Балам не oldu? Көңіл күйің жоқ па? Жаңа ғана дос. Дарымен кетіріс қалдық та ол менің телефонымды алып қойды. Ей, сен же? Жүр, мектепке барамыз, сөйлесеміз. Сен менің балама неге тиісесің, а? Саламатсыз. Не болып қалды? Баланы жігерлендіріп керісінше өзіне деген сеніміне арттырудың орнына керісінше жастып жіберді. Сен соны да шеше алмай қалдың ба? Жүр, екеуміз бірге барайық деп, мысалға, ол өзінің баласымен жасты балаға күш көрсетіп отыр. Бұл өте, былайша айтқанда, өте дұрыс емес жағдай, өйткені бұның арты ата-аналардың арасындағы үлкен конфликтке алып келуі мүмкін. Сардар, не отырсың? Тұр, тамағыңды іш, қазір кетеміз. Бұл жерде көріп отырғанымыз буллингке ұшыраған бала үйіне келіп, ренжіп, сондай бір шарасыздық жағдайда отырғанын көріп отырмыз біз. Бірақ анасы келіп, тез-тез жүр деп, мысалға, баланың сондай бір шарасыз күйде отырғанын көріп тұрған жоқ, байқамай да қалды. Бұл дұрыс емес. Демек, біз баланың көңіл күйіне қарап, баланың жағдайын сұрап, не себептен осылай тамаққа келмей жатыр шақырған кезде, не себептен ол бөлмесінен шықпай қалды деген жаңағы баланы байқауымыз керек еді көңіл күйін. Қазір ата-аналардың көпшілігінде қолы тие бермейді, сондай бір жұмыс басты болғандықтан да баланың көңіл күйіне көңіл бөлінген жоқ. Асығып өзінің шаруасымен болып жатқанын көріп тұрмыз. Бұл да дұрыс емес. Қазір мектептен келіп Сардарда сосын сөйлесерміз, көреміз. Ой, балам, не болды? Көңіл күйін түсіп кетіпті ол бүгін, а? Мен бүгін Дара мені мектепте ұрды да телефонымды алып қойды. Ой, ондай болады, дымда қылмас. Телефон табылады. Бастысы сені амандығын бізге. Отыр, шайыңды іш, балам. Көңіл күйінді түсірме. Бұл жерде көріп отырғанымыздай бала буллингке ұшырады, яғни отбасына келді. Ата-анасы қолдау көрсетіп жатыр, жарайды, кімнің басы жарылмайды, кімде болмайтын жағдай, ештеңе етпейді деп басу айтып отыр. Бірақ мен пікірімді тағы да қосым келіп отыр. Бұл жерде ата-ана тарапынан баланың алдағы өзінің өмірінде үлкен қоғамға шығатынын, яғни талай жағдайлар болуы мүмкін. Кез келген жағдайда өзі шешімін тауып шығатын жолдарын айтып көрсетуі керек. Баланың көңіл күйін былай басып, көңіл күйін алдап қоя салғаннан, керісінше балаға бір жігерлендіретіндей, сенімін арттыратындай, кез келген жағдайды ақылға жеңдіріп, дұрыс шешімін жасауды үйреткен дұрыс деп ойлаймын. Бұл жерде ата-ана материалдық жағдайға емес, баланың қолындағы, керісінше баланың моральдық және баланың жан дүниесіне көбірек көңіл бөлініп тұрғаны көрініп тұр. Сондықтан бұны қолдаймын.